Көлтабан негізгі орта мектебінің 9 сынып оқушысы Бидахмет Боранбай. Шығармашылық жұмыстың тақырыбы Мөңке би. Тілеуұлы Мөңке би. Белгілі би Әбілқайыр хан кеңесшілерінің бірі, жырау. Шамамен 1675 жылы дүниеге келген. Ата тегі шежіре бойынша өз әкесі Тілеу, әрі қарай бөлек қалу Сирақ Мұса хан Уақас би Нұрадин болып жалғаса береді. Мөңке би тарихымызда есімі құрметпен аталатын үлкен философ, терең ойшыл, ұлы ақын. Қара қылды қақ жарған, мың жылдығын болжаған дала кемеңгері Мөңке бидің ұрпақтары Ақтөбе облысы көптеген аудандарында тұрады. Мөңке би өз заманында ердің құнын екі ауыз сөзбен шешкен сұңғыла би. Келер күнді айнытпай болжайтын сәуегей болған. Құрамалы қорғанды үйім болады, айнымалы төкпелі бейім болады. Халыққа бір тиын пайдасы жоқ, ай сайын бас қосқан жиын болады. Домалақ түйметей дәрім болады, жастарға билігі жүрмейтін кәрім болады. Алашұбар тілім болады, дүдәм алау дінім болады. Әйелім базаршы болады, еркегін қазаншы болады. Кеп келетін жолдардан болашақтың бет алысын, бағыт бағдарын тап басып танығандығы аңғарылады. Сонау Мөңке би ғұмыр кешкен дәуірден бергі кезеңдегі қазақтың арманы болған бабаның өзі болжаған ел тәуелсіздігі туып, бүгінгі жарқын болашақтың бет алысы жаңа дәуірдің түр сипаты, заманына адамның бет келбеті, мінез құлқы, тіршілік ахуалы, бағыт бағдары айқын аңғарылады. Мөңке би алдыңғы заманды еліміздің хал ахуалын болжаған тәрізді. Назарларыңызға рахмет.